Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 110-шы сабағымызды бастаймыз. Бөлшектерді қосу және азайту. Бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші есепте. Қазақстанда Экспо 2007 көрмесінде ұсынылған табиғи ресурстарды сақтауға бағыттаған инновациялық технологияларды енгізу басталады. Есептеуді дұрыс орындасаң, қанша жасыл зерттеулер енгізілетінін білетін боласың. 676-ға 9980-ді қосамыз, 10656 болады. Оған 5996-ны қосқан кезде 16652 шығады. Оны біздер екіге бөлетін болсақ, 8326 болады. Одан 8326-тан 8196 айтамыз, 130-ға тең болады. Екінші есеп, суретке қара және есептер шығар. А нұсқасы. Жер учаскесі теңдей 12 бөлікке бөлінген. Түске дейін жер учаскесінің 12-ден 4 бөлігіне, түстен кейін тағы 12-ден 5 бөлігіне көшет отырғызылды. Жер учаскесінің барлығы қанша бөлігіне көшет отырғызылды? Түске дейін 12-ден 4 бөлігіне, түстен кейін 12-ден 5 бөлігіне. Барлығы қанша? 12-ден 4-ке 12-ден 5 қосқанда 12-ден 9 шығады. Жауабы, жер учаскесінің барлығы 12-ден 9 бөлігіне көшет отырғызылды. А нұсқасы. Жер учаскесі теңдей 12 бөлікке бөлінген. Жер учаскесінің 12-ден 9 бөлігіне көшет отырғызылды. Оның 12-ден 4 бөлігін түске дейін, ал қалғанын түстен кейін отырғызды. Түстен кейін қанша бөлігіне көшет отырғызылды? Отырғызылды 12-ден 9 бөлігіне, түске дейін 12-ден 4 бөлігі, түстен кейін қанша қалғаны? 12-ден 9-дан 12-ден 4 азайтамыз, 12-ден 5 шығады. Жауабы, түстен кейін 12-ден 5 бөлігіне көшет отырғызылды. Есінде сақта. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да, алымдары бір-біріне қосылады. 12-ден 4 қосқан 12-ден 5, 12-ден 9-ға тең болады. Кез келген А, Б, С натурал сандары үшін, мысалы, С-дан А қосылған С-дан Б тең болады. Алымдарын қосамыз, бөлімі сол күйінде қалады. Келесі, бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да, алымдары бір-бірінен азайтылады. 12-ден 9-дан 12-ден 4 азайтқанда 12-ден 5 шығады. Кез келген А, Б, С натурал сандары үшін мұндағы А мен Б тең болатын болса, А артық Б-дан болуы мүмкін. А Б-ға тең болуы мүмкін, немесе А Б-дан артық болуы мүмкін. Бірақ Б кем болуы мүмкін емес. Үшінші есепте 50-ден 13 қосған 50-ден 12 қосған 50-ден 2. Алымдарын қосатын болсақ, бізде 50-ден 27 шығады екен. 100-ден 56 қосқан 100-ден 15 азайтылған 100-ден 9. 56-ға 15-ті қосып, одан 9 азайтамыз, 62 шығады. Жауабы 100-ден 62. Бөлімі 25-ке тең, алымы 19-ға 6 қосамыз, оған 3 қосамыз, 28 шығады. 25-тен 28. Бөлімі 45, алымында 20-ға 18 қосқанда 38, 38-ден 29 айтқан кезде 9 шығады. 45-тен 9. Төртінші есептер шығар. А нұсқасы. Жол бойына көгал газон төселді. Түске дейін 20-дан 8 метр, түстен кейін 20-дан 9 метр көгал төселді. Жол бойына қанша бөлік көгал төселді? Түске дейін 20-дан 8 метр, түстен кейін 20-дан 9 метр. Барлығы қанша? 20-дан 8 қосқан 20-дан 9, ол бізде 20-дан 17. Жауабы, жол бойына 20-дан 17 бөлік көгал төселді. А нұсқасы. Бірінші аптада жолдың 25-тен 16 бөлігі, екінші аптада 25-тен 9 бөлігі жөнделді. Бірінші аптада екінші аптаға қарағанда жолдың қанша бөлігі артық жөнделді? Бір-бірін салыстырып қанша артық екенін табуымыз керек. 25-тен 16-тан 25-тен 9 айтамыз, 25-тен 7 шығады. Жауабы, бірінші аптада екінші аптаға қарағанда жолдың 25-тен 7 бөлігі артық жөнделді. Бұл нұсқасы. Қазақстандағы кейбір ауылдарда егін алқаптарына жасыл технологияны енгізу мақсатында тамшылатып суғару әдісі қолданылуда. Түске дейін онан 4 бөлік, түстен кейін онан 3 бөлік су түтікшелері тартылды. Күні бойы қанша бөлік түтікше тартылды? Түске дейін онан 4 бөлік, түстен кейін онан 3 бөлік. Барлығы қанша? Қосқан кезде онан 7 шығып тұр. Жауабы, күні бойы онан 7 бөлік түтікше тартылды. Бесінші есепті шығар. Екі жұмысшы апта сайын бірдей жалақы ала отырып 189 мың теңге ақша тапты. Біріншісі 3 апта, екіншісі 6 апта жұмыс істеді. Әр жұмысшы қанша теңге жалақы тапты? Бірінші жұмысшы 3 апта қанша теңге екенін белгісіз, екінші жұмысшы 6 апта қанша теңге екенін белгісіз, барлығы 189 мың теңге. Барлығы бізде 9 апта болды. Ол енді бір аптада қанша ақша екенін табу үшін 189 мың теңгені 9 аптаға бөлетін болсақ, 21 мың теңге шығып тұр. Жаңағыдай бір аптада 21 мың теңге табады екен. 3 апта болса 63 мың теңге, 6 аптада 26 мың теңге болады. Жауабы, бірінші жұмысшы 63 мың теңге, екінші жұмысшы 26 мың теңге жалақы тапты. Алтыншы есеп, өрнектерді салыстыр. Бізде 7-тен 4 деген бар, және 7-тен 7 азайтқан 7-тен 3. 7-тен 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 3 азайтқан кезде 7-тен 4 шығады, екі жағы тең. 28-ден 12
кем болады? 28-ден 11 қосқан 28-ден 9. 28-ден 11-ге 28-ден 9 қосқанда 28-ден 20 шығады. Кем белгісін қоямыз. 9-дан 5-ке 9-дан 2 қосқанда 9-дан 7 шығады. 9-дан 1-ге 9-дан 4 қосқан кезде 9-дан 5 болады. 5 деп түйік. 5 болады. 9-дан 7, 9-дан 5-тен артық болады. 7-ші есеп теңдеулерде шешіп көр. 100-ден 8 қосылған x тең болады 100-ден 34 қосылған 100-ден 56. 100-ден 34-ке 100-ден 56 қосылған кезде 100-ден 90 шығады. X табу үшін 100-ден 90-нан 100-ден 8 азайтамыз, ол бізде 100-ден 82 шығады. X-ның орнына 100-ден 82-ні қоямыз. Орнына қойып тексерген кезде 2 жағы тең. 90-нан 60 азайтылған жақшаның ішіне 90-нан 6 қосқан x жақшы жауған тең болады 90-нан 29. Біздер мына 90-нан 6 қосылған x деген жақшадағыны жазып қоямыз да 90-нан 60-тан 90-нан 29 азайтамыз. Ол бізде 90-нан 31 болады. X табу үшін 90-нан 31-ден 90-нан 6 азайтамыз, 90-нан 25 шығады. X орнына қойып тексереміз, сонда 2 жағы тең болады. 8-ші есеп тапсырманы орында. Графикте наурыз айындағы ауа температурасының апталық өзгерістері көрсетілген. Дәптеріне осы өзгерістерді көрсететін кесте құр дейді. Дүйсенбі күні 16 деп жазылған, 16 градус. Сейсенбі 14 градус. Сәрсенбі 8 градус. Бейсенбі 8 градус. Жұма 4 градус. Сенбі 13 градус. Жексенбі 15 градус. 9-ші есеп ойлан және жауап бер. Екі тәрлікеде 9 алмұрт бар. Егер бірінші тәрлікеден бір алмұртты алып тастаса, онда бұл тәрлікеде екінші тәрлікеге қарағанда 3 есе артық алмұрт болады. Бастапқыда әр тәрлікеде қанша алмұрттан болған? Бірінші тәрлікеде x алмұрт, екінші тәрлікеде 9 азайтылған x алмұрт болады. Себебі біздер деген бұл жерде барлығы 9 болғандықтан біріншісінде x болса, екіншісінде 9 азайтылған x болады. Аз болу керек. 9-дан азайтамыз. Енді біріншісінен бір алмұрт азайтатын болсақ, екіншісін біз 3-ке көбейтеміз. Сол кезде 2 тең болады. Сеп айтқан болатын. Онда бұл тәрлікеде екінші тәрлікеге қарағанда 3 есе артық алмұрт болады дейді. Бұл тәрлікеде екінші тәрлікеге қарағанда, иә. Сондықтан деген екіншісі кем болған соң, оны 3-ке көбейту арқылы 2-ге теңестіреміз. Енді жақшаны ашайық. 3-ті 9-ға көбейтеміз. 27, 3-ті x-ға көбейтеміз, 3x болады. 3x-ті бері қарай шығаратын болсақ, қосылу келіп, x-ға 3x қосқан кезде 4x болады. 27-ге 1 қосқанда 28 болады. 28 4-ке көбейгенде 7 шығады. X орнына 7 қоямыз. 7-тен 1 алғанда 6, 9-дан 7 алғанда 2, 2, 3, 6. Жауабы бірінші тәрлікеде 7 алмұрт, екінші тәрлікеде 2 алмұрт болған. 10-ші есеп есепте 90-нан 67 азайтылған 90-нан 50 қосқан 90-нан 2. 67-тен 50 азайтқанда 17, 17-ге 2 қосқанда 19, 90-нан 19 шығады. Бұл жерде 23-ге 5 қосқанда 28, 28-ден 19 азайтқан кезде 9 шығады. Жауабы 30-дан 9. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.